Несие картасы ол тек құрал. Құралды пайдаланбас бұрын оның жұмыс істеу тәсілін үйреніп алған жөн. Яғни, келісім шартты мұқият оқып, толық ақпарат алғанша оны пайдаланбау керек. Несие картасын тұтынудағы басты қателіктер. Біріншіден, ақшаны алған соң уақытында орнына қоймау. Картадан алған қарыз кәдімгі несие сияқты ай сайын қайтарылмайды. Банктер бұл бойынша жеңілдік мерзімін ұсынады, бірақ бұл мерзім әр банкте әртүрлі. Екіншіден, несие картасындағы ақшаны банкомат арқылы шешіп алу. Банкоматтан алынған ақша мүлдем басқа механизммен жұмыс істейді. Мұндай жағдайда қарыз көбейіп кетеді. Дұрысы, несие картасын қолма-қол емес төлем үшін қолдану керек. Қолма-қол емес төлем үшін алынған соманы жеңілдік мерзімі кезінде төлеуді ұмытпаған жөн. Әрі картаға қарыз соманы қайтару кезінде алғашқы жылдық комиссияны бірге төлеп тастау қажет. Сонда картаны мақсатты түрде артық шығынсыз қолдануға болады.